Ассалаумалейкум достар. Lexus ES 350, объем 3.5, 2017 жылғы. Включись. Бағасы $22,600. Бесключевой доступ. Так, 2017 деді. Міне 2017, 8-ші. Так, 350. 52 мың пробегпен табағымен кіргізеді, короче, бүйтіп. Өзі алады ғой машина. Кожаның цветі необычный, коричневый цветте, мына фонарикпен дұрыс көрінбей тұр. Мына люкпен салонның күйі жақсы, өте жақсы. ES сұрайтындар көп осы. Осылай бір ES тұр, 2017 жылғы. Кімге қызық хабарласыңыздар. Жағдайы жақсы, пробегте аз. 2017-ге нормаль пробег, 52 мың миль деген. Хабарласыңыздар. 2017. Ассалаумалейкум достар, повреждение машиналарга келдік. Мына Lexus ES 350 бізде Қазақстанда тұрады, 17-18 миллионның аралығында тұрады, примерно состояниесіне байланысты 21 дейін шығады. Мына машинеде повреждение болған жағдай алдынан арт жағында бүкіл запчастары бар. Осыған не керектісінің, радиатор, там полностью. Салоны ешқандай airbag ашылмаған. Көрсеңіздер болады. Фарлары бәрі орнында тұр. Чисто 16 жылы. Кожа, қара кож люкпен. Енді алдыңғы повреждениесі болған жағдай міне. Мынау қорқынышты болып көрінуі мүмкін адамдарға. Қараңыз. Ешқандай еш нәрсеге зақым келмеген. Мынауған да зақым келмеген. Мына жерге алды телевизордың радиаторының щеткасы кетеді. Мына жақты қараңыз, мына жағының бәрі целый. Алды міне лонжероны целый. Мынау темір салынады. Болды. Капотының өзіне зақым келген. Мынау ғана. Кімге осы машина қызықтырады? Бағасы біздің ақшамен есептегенде 8,8 теңге. Плюс ремонт. Ремонт қанша кететінін есептейміз. Мынаны да саламыз. 2016 официал пучокпен кіргізуге болады. Қараңыздар. Кімге қызықтырады, хабарлассаңыздар болады. Түсіп тұрған бағасы сразу. Себебі біздерден 3 машина алып отыр, мына 4-ші машинаны салып отыр. Крылосына да зақым емеген, міне заводской наклейкасымен тұр, мына жақтағы. Достар, Corolla L 2020 жылғы. Сіздерге мына повреждениесі көрсетейін. Повреждение шошитындай повреждение емес. Так, крыло полный ауысады. Крыло тек сала салатын, есікті ауыстыра қоятын болды. Стойкілері ешқайсыз майыспаған, қараңыздар. Лонжерон бәрі сап-сау. Фарына сынбаған, капот өзінікі оригинал, ешқандай майыспаған. Көріңіздер, есікті ауыстырады, есікті ауыстырып проблем емес, бәрі болтпен, на крылода тоже болтпен тұрады. А главное кузов, лонжерон бәрі сау. Айырбаққа келетін болсақ, ешқандай айырбақ атылмаған. Көріңіздер. 2020 жылғы. Елі комплектацияда үлкен монитор, және камера. Міне, көріп жүріңіздер. Арт жақтар бәрі полный целый. Тап-тазасымен тұр ғой. Қызықты айтыңыздар, если что анан ремонттап, полный жасатамыз. Алды бәрі сап-сауны, бачок бәрі, фар, ешқайсы майыспысын баған.
Ал отамын көрейік. Пробег 12.260 миль. Смело алып тұр ғой. Капот бәрі әлемін. 2022 жылғы Land Cruiser Prado. Full. Top option. Top. Короче, 2022 Adventure. объем 4 литр. 22 жылғы су жаңа пакетпен. Салонын көріңіздер. Полный кожа. Бәрін айтатын болсаң, мына жерде 3 минутқа кетіп қалайын тұр. Push start люкпен. Полный, короче. Полная комплектация. Самый жирный. Adventure дейтін комплектация. Кімге қызық, кімге қызықтырады, хабарласыңыздар. Өзінің бағасы $60.000 дейді. Black. Қара түрі бар. Дәл осындай. Қара цветі мощный екен. Ақта жаман емес. Хабарласыңыздар. Прада керек болса. Мына жерде NX 300 бар, 350. 2022 объем 204. 204 походу турбо болғанда. Кімге қызық хабарласыңыздар. Ар жақта 300-тер былай кете береді. Ассалаумалейкум достар. Официалкамен мынандай машина кіреді. Honda Odyssey 2018 жылғы. Салон полный кожа. Есігі электрический. Артында тағы месталары бар. Көрсеңіздер болады. Кімге қызықтырып жатса. Кожалардың состояниесі жақсы. Свет ақ свет. Багажның бәрі электрический. Сиена іздегендер осындай кіргізсеңіздер болады. Одиссейлер 7 орындық. Бағасы $18.600. Американский сборка. Салоны. Пробег 137 километр миль емес. Ана жерлер. Да, үлкен сенсорный монитор. Push-start, люк, көрсеңіздер. Машина жақсы, подогрев сиденья. По Carfax'ын көрсеңіздер болады. Қай жерінен соғылған, не жағдай болды. Ассалаумалейкум достар. Жақсы бір Elantra шығып тұр. Жылы 2017. По Carfax'ын на крылодан болған. На крыло қосқан. Капоты өзінің капоты. Есіктері бәрі өзінің родной есіктері. Светі ақ, әдемі свет. Толщинамен полный тексеріп шықты. Машинаның жағдайы жақсы. Қара салонмен. Ішінің бәрі тап-таза. Көрсеңіздер болады. Большой монитормен. Үлкен монитормен. Задняя камера. 66730 миль пробег. Задняя камера. Әдемі вариант. Кімге қызықтырады, хабарласыңдар. Carfax'ын теріп көрсеңіздер болады. Бағасы $10.400. Ассалаумалейкум достар. Lexus RX 350-лік жылы 2018. Срочно сатамыз дейді. $21.000 береміз дейді. Алатындар болса сразу хабарласыңыздар. Ақ кожамен. Срочно бұндай машина кездеспейді. $36.000 миль пробег. Кімге қызықтырады, хабарлассаңыздар болады. Полный жасайтын жерін жасап қойған. Ешқандай вложение керек емес машинаға.
салон әдемі салонмен. Достар, 2016 жылғы RAV4 Араб 16 доллар сұрап тұр. 105 мың километр пробег. Сыртта чехол қаптатсаған. Негізі билюр. Бұл жағдай жақсы. Объем 2.5. Мотор гибридай. देखिए यहाँ ये है